Қою қызыл көкөністер тағамымыздың сәнін келтіріп қана қоймай, пайдалылығын арттыра түседі. Біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға ала алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Баршаңызға сәлем, пайдалы кеңес каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда қызылшаның адам ағзасына тигізер пайдасы және қызылшамен ангинаны қалай емдеуге болады, сол жайында айтатын боламыз. Ал сіздер видеоны соңына дейін көріп, видео ұнап жатса арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Және сіз қаншалықты қызылшаны тұтынасыз, сол жайында өз ойларыңызды да жаза кетіңіздер. Тарих беттеріне көз жүгірсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді екен. Біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдары қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Халық медицинасында дәрі-дәрмек ретінде қызылшаның жапырақтарын ғана емес, тамырларын да пайдаланғандығы Гиппократ пенен Аристофанның еңбектерінде дәлелденген. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, А дәрумендерінің негізі С, В1, В6, ПП, Е дәрумендері, фолий қышқылы бар. Жинап алған бойда пісірген қызылшаның емдік қасиеті бар. Ол жасы ұлғайған гипертониямен және бауыры ауыратын, іші қатқан адамдарға пайдалы. Қызылша көп қайнатуды қажет етеді. Оны тез пісіру үшін 1 сағат қайнатылған оттан алып, суын төгеді де 10 минут мұздай суға салып қояды. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың жалпы портретіне назар салайық. Олар ақылды келеді, себебі қызылшада иод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісіменен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді, сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетіндігін дәлелдеген. Демек, бұлшық еттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мг қызылша шырынын ішу денеге түскен салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Қызылшада бұлшық массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Қызылша құрамында зат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға себін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамында көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қату. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абай болыңыз. Нәтижесі сүт күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық, әсіресе ол жаншылған сиыр етіне байланысты. Қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Тұмау. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау түйгенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолданады. Егер сізде төменде аталған дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Сусамыр, ол қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Құяң немесе несеп тас ауруы, қызылша құрамында бұл ауруларда қарсы көрсетілетін қымыздық қышқылы бар. Іш өтуіне бейімділік. Қызылшаның іш жүргізетін әсері керек емес. Қызылшаны асқа пайдалану біздің сүйектеріміз бен тістерімізге пайдалы әсер етеді.
Бұл оның құрамында кальцийдің арқасында болады. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, қаназдықтың алдын алады, қатерлі ісіктен қорғайды. Әсіресе қызылша шырынының пайдасы ұлан асыр. Қызылша шырынымен бәріміздің күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруы, яғни ангинаны емдеуге болады. Ол үшін бір стақан қызылша шырынына бір ас қасық балды қосыңыз да дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырыны өт жолдары мен ішектерді тазартып, асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауға болады. Міне құрметті көрермен, бүгінгі видеомыздағы қызылшаның адам ағзасына пайдасы қандай екені және ангинаға қызылша қалай көмектесетін жайлы айттық. Ақпаратымыз пайдалы болса, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пайдаларыңызға жарасын.